садақ қалай алсақ та бұл қару. Қаншалықты оның өзінің қаупі бар, өзінің ату күші бар. Кәдімгідей біз баға берсек, мысалы мебельный ағаштардың өзін тесіп тастайды. Сондықтан біз қауіпсіздік ережесіне қатаң қараймыз. Осы күнге дейін біздіге көп ұсыныстар түсіп жатыр. Даму балаға енгізіңдер, e-спортқа енгізіңдер, балалар бүкіл жақта тегін қатыссын деп. Бірақ оған енгізудің өзін жауапкершілігін алуға біз де қашып отырмыз. Өйткені оны қазір бірден енгізіп жүрсек, бүкіл жақтан ол ашылып нетсе, ертең әлі де жас спорт түрін толық танымаған адамдар үйретіп, біз басқа облыста танымайтын адам мектепте кішкене ақша табайын деп, жаңа e-спортқа балаларын тіркеп, ертең қару қолына сатып қойса, тағы да жауапкершілік ол өте үлкен. Сондықтан біріншіден бізде де сол қауіпсіздік ережесін, бағдарламасын толық қазір жазып жатыр. Ғалымдар өздері отырып, мамандар ішіне кірісіп жатыр. Сондықтан соны толық шығарып болғаннан кейін ғана жаңағыдай массовый жаққа қарай шығарайын деп жатырмыз.